Көп адамдардың басты проблемасы өзінің жақсы көретін ісі қандай білмейді. Мысалға, алдында бір кәсіпкер келеді икегаға. Мен өзім жақсы көретін ісім қандай екенін білмеймін, сіз маған осыны жақсы көресің дейтін болсаңыз, сен қалайын деп тұрмын дейді да. Как ойнап айтып жатыр да. Но на самом деле көбісі шынымен де өзінің жақсы көретін ісін білмейді, яғни осылай күніге рутинаға кіріп кеткен, и из-за этого өзінің дұрыс арманын, дұрыс мақсатын қоя алмайды, сырттағы навязанный арман мақсаттарды қоя салады. Это базовый: машина алу, Toyota Camry, квартира алу, Астананың ортасынан 2 комнаталы деген сияқты. Осындай навязанный мақсаттарды қояды. Кейбір адамдарға вообще квартира, машина қызық болмауы мүмкін да. Мысалға, маған осыған дейін қызық болмаған. Енді ғана мақсат қойып жатырмын. Яғни әр адамның өзінің ішкі мақсаты болады. По идее, әрбір адам өзінің икигайын, миссиясы қандай екенін, ішкі арман мақсаттарын біледі подсознательно. Бірақ таба алмай жүреді. Сондықтан оған ең оңай жолы өзіңіз отырасыз да, еске түсіресіз. Кішкентай кезден бастапқы уақыттарды, кішкентай кезден, универ кезде, мектеп кездің барлығын еске түсіресіз да. Маған не нәрсемен айналысқан ұнайтын еді? Бос уақытта, ішіңіз пысқанда, көңіліңіз түскенде, жалғыз қалғанда қандай іспен айналысқан ұнайтын еді? Не жайлы көп ойлайтын едіңіз? Қандай іс сіздің қолыңыздан жақсы келетін еді? Солардың барлығын ойлайсыз, еске түсіресіз, и осылардың ішінен өзіңізді хоббиіңіз табасыз. Ал миссияңызды табу үшін онда уже сәл поглубокий сұрақтар қою керек. Өзіңіздің икигайыңызды қалай табу керек, және икигайыңызды әрі қарай өміріңізге қалай кіргізу керек, сол жайлы білгіңіз келсе, мына жердегі икигай деген актуальныйға өтіп, бүкіл менің стористерімді қарап шығыңыз. Және маған міндетті түрде подписка жасап алыңыз.